Қазақстан Республикасының бас прокурорына, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне. Кеше ғана ескі Қазақстанның ең бай олигархы Тимур Құлыбаев тағы да бір банкты өз меншігіне сатып алғаны жөнінде ақпарат билікке тиесілі ресми ресурстардан тарады. Осы ашық ақпаратқа қарағанда елдегі орасан зор активтерді иемденіп отырған Алмекс компаниялар тобы мен қаржылық жүйе құрушы Халық банктың иесі қосымша Алтын банктың қожайыны атанды. Бұл нені білдіреді? Яғни қарапайым тілмен айтсақ, ескі Қазақстанның олигархаты ендігі жерде жаңа Қазақстанда өз активтерін еркін пайдалануға және оны заңды түрде легализациялауға көшті деген сөз. Кез келген мұндай ірі көлемдегі келісімшарт ұлттық банк пен қаржы нарығын реттеу агенттігінің рұқсатынсыз жасалмайды. Меніңше Тимур Жановның командасы ескі биліктен қалған өкілдермен жабық ымыра жасасқан сияқты. Егер бұл расында да астыртын жасалған ымыра болса, мынау дерекке назар аударалық. Өткен аптада Асқар Алтынбекұлы Құлыбаев құны 66 миллион долларға бағаланған Ақтаудағы мұнай терминалы мен 134 гектар жерді мемлекет қайтарды. Ал арада бір апта өткен соң, осы қайтарудың ақысы ретінде оның баласы Тимур Құлыбаев Алтын банк иемденді. Bir қарағанда кәдімгі бартер, айырбас сияқты көрінеді. Мұны бүгінгі мемлекеттік саяси басшылық біле ме? Қалай болғанда да бұл айырбас ұрланған активтерді қайтару жөніндегі президент Тоқаевтың бастамасымен қайтқан малдан қайыр тілеп, әлеуметтік әділеттікке зар болып отырған халықтың мүддесіне залалын тигізбеу керек. Менің бүгінгі депутаттық сауалыма Халық банкіне қатысты жаңа ашылған жағдаяттың тікелей қатысы бар. Бұдан 5 жыл бұрын банкроттыққа ұшыраған адал шаруалар, яғни жекешелендіру саясаты бойынша жер үлесіне ие болған Солтүстік Қазақстан облысының қарапайым пайшы фермерлерінің жанайқайы арқау болып отыр. Шаруалар өздеріне тиесілі жерлеріне қатысты душар болып отырған мәселелер бойынша депутат ретінде маған жүгінді. Өтініш берушілердің мәлімдеуінше, Әлиби агрохолдингінің басшылығы 400-ге жуық фермерге тиесілі жер учаскелерін пайшыларының рұқсатынсыз алаяқтық жолмен жасанды құжатқа олардың қолдарын қою арқылы әртүрлі қаржы институттарына, оның ішінде Халық банкке кепілге қойып несиелер алған. Ал алынған қарыздар бірден шетелге шығарылып отырған. Халық банкі болса, қалыптасқан қылмыстық жағдайда өз құқығын теріс пайдаланып, пайымшыларға қарсы мүлдем жосықсыз әрекеттерге барған. Кейіннен соттың шешімімен Халық банкінің пайдасына 4,3 миллиард теңге көлемде қарыз өндірілген. Сонымен бірге банк тарапынан 12 шаруашылықтың берешегін өндіріп алу шаралары қолға алынды. Осылайша 20-21 жылдары 5 кепіл беруші шаруашылықтың жер учаскелері электрондық сауда-саттық өткізу арқылы 2,9 миллиард теңгеге сатылды. Яғни 12 шаруашылықтың 5 жер телімін сату арқылы холдингтің Халық банк алдындағы қарызының 3/2 өтелген. Ал қалған жерді одан әрі сату қарызды мерзімнен бұрын өтеуге және жердің бір бөлігін кепіл берушілерге қайтаруға болатын еді. Алайда құны қарыз сомасынан асатын кепіл заттың бір бөлігін пайшыларға қайтарудың орнына Халық банкі қарыз қалдығынан артылған жер телімін нарықтық құнынан төмен бағамен коллекторға беріп жіберген. Бұны Халық банкінің бастамасымен астырын жасалған қылмыстық ымыра деп бағалау керек. Осылайша аталған банктың кесірінен Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданындағы Новосветловка Әлиби серіктестігінің 357 пайшысы жапас шегіп 18 мың гектар жерінен айырылып отыр. Олар үшін негізгі күнкөріс көзі саналатын жерден айырылу үлкен трагедия. Айта кететін мәселе, пайшылар өздерінің активтерін қайтарып алу үшін банк алдында қарызды өтеуге дайын. Жоғарыда баяндалған өрескел жағдаятты ескере отырып, келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. Бас прокуратура мен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Новосветловка Әлиби серіктестігінің 357 пайшысына қатысты Халық банкінің заңсыз әрекетін тексеріп, тиісті шара қолдану тиіс. Мадина Абылқасымова ханым басқаратын агенттік Халық банкі және пайшылар өкілдерінен құрылған келісім комиссиясын жасақтап, мәселенің оң шешімін табуға ықпал етуі керек. Рахмет.